Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жай есептерді құрама есепке айналдыру. Бүгінгі сабақта жай есептерді құрама есепке айналдыруды және оны шығаруды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырмамызда жай есепті шығар дейді. Мектептің бірінші қабатында 20, ал екінші қабатында оның 7-еуі кем сынып бөлмесі бар. Екінші қабатта неше сынып бөлмесі бар? Оны табу үшін мына түрдегі шарт құрылды. Және екінші қабаттағы сынып бөлмелерін табу үшін 20-дан 7-ні азайтамыз. Себебі кем деп тұр ғой. Сонда 13-ті жауабы екінші қабатта 13 сынып бөлмесі бар. Екінші тапсырма. Екі амалмен шығатындай етіп, бірінші тапсырмадағы жай есептің сұрағын өзгертуге болады. Сонда мынандай құрама есеп шықты дейді. Мектептің бірінші қабатында 20, ал екінші қабатында оның 7-еуі кем сынып бөлмесі бар. Мектепте барлығы неше сынып бөлмесі бар? Міне мынандай сызба құрылды. 20 бөлме және екінші қабатта оның 7-еуі кем. Сонда біз барлығын табуымыз керек. Ол үшін бірінші мына өрнек нені білдіреді дейді. Бұл өрнек бізде 20-дан 7-ні азайтып, яғни 20-дан 7-ні азайтсақ 13 шығады. Ол бірінші қабаттағы бөлмелер санын білдіреді. Келесі, екінші, мына өрнек нені білдіреді дейді. Бұл өрнек жалпы мектепте неше сынып бөлме бар екендігін білдіреді. Себебі мына жерде 20-дан 7-ні азайтамыз да, соған бірінші қабаттағы сынып бөлме санын қосамыз. Сонда бірінші мына жерден 20-дан 7-ні азайтсақ 13 шығады. Мына жерде жаздым, соның шығарылуы. Оған қосамыз бірінші қабаттағы бөлмелер саны, ол 20 екен. 13-ке 20-ны қосамыз 33. Сонда жалпы мектепте 33 сынып бөлмесі бар екен. Негізі сұрақта мектепте барлығы неше сынып бөлмесі бар деп тұр. Жауабымен жазылды. Мектепте 33 сынып бөлмесі бар. Келесі үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада мектепте 26 принтер және одан 5-еуі артық компьютер сатып алынды. Мектепте барлығы неше техникалық құрылғы сатып алынды? Принтерлердің саны 26, компьютер одан 5-еуі артық. Жалпы неше техникалық құрылғы барын табуымыз керек. Ол үшін бірінші компьютердің санын тауып аламыз. 26-ға 5-ті қосамыз, сонда 31 компьютер шығады. Енді 31 компьютерге 26 принтерді қосқанымызда 57 техникалық құрылғы бар екендігі шықты. Енді осы есептің бізде мынандай кесте түріндегі моделін берген екен. Принтерлердің саны 26, компьютерлердің саны 5-еуі артық, яғни саны белгісіз. Енді барлық құрылғылар санын табу керек. Ол үшін мынандай осы теңдік бойынша жазуымыз керек. Олай да болады, олай да жазуға болады. Осы бойынша жазып. Бірінші компьютерлердің саны бізде 26. Оған қосамын 26-ға 5-ті қосамын. Сонда мынаның ішінен 31 шығады. 31-ге 26-ны қоссам 57 шығады. Сонда жалпы мектепте 57 техникалық құрылғы бар. Төртінші есеп. Мектеп ауласында 35 терек және оның 16-сы кем шырша ағаштары өсіп тұр. Мектеп ауласында барлығы неше ағаш өсіп тұр? Шарт құрылды. Теректердің саны 35, ал шырша оның 16-сы терекке қарағанда 16-сы кем. Барлығы неше ағаш бар мектеп ауласында? Оны табу үшін бірінші шыршаның неше екенін тауып алуымыз керек. Кем дегендіктен 35-тен 16-ны азайтамыз. Сонда 19 шықты. Яғни мектеп ауласында 19 шырша ағашы бар. Енді осы шырша ағасына терек ағашының санын қосамын. Сол кезде бізде 54 шықты. Сонда жалпы мектеп ауласында 54 ағаш өсіп тұр екен. Бесінші есеп. Өрнектерді түрліше оқы және мәндерін тап дейді. Мәндерін табу үшін бірінші жақша мүше орындалады. 54-тен 27-ні азайтсақ
бізде 27 шығады. 27-ге 12-ні қоссам 39 шығады. Екінші амал. 37-ге, екінші есеп. 37-ге қосамыз 26-дан 14-ті азайтамыз. 26-дан 14-ті азайтсақ 12 шығады. 37-ге 12-ні қоссақ 49 шығады. Үшінші есеп. 34-ге 18-ді қосып алып, одан шыққан санды 62-ден азайтамыз. 62 азайту 34-ге 18-ді қоссақ 52 шығады. Және екеуін бір-бірінен азайтсақ 10 шығады екен. Ендігі есеп бізде амалдардың орындалу реті бойынша оны құрдық. Мында үлгі берілген екен бізге. 40-қа 38-ді қосып, одан 18 азайтамыз. Бірінші амал жақшаныш орындалады. 40-қа 38 қосамыз 78 шығады. 78-ден 18-ді қоссақ 60 шығады. Келесі, бізде шығару амалдары берілген, бірақ есептің берілгені жазылмады. Соны жазуымыз керек. Бірінші амал бойынша мен жақшанышын 92-ден 22-ні азайттым. Енді одан шыққан санға 19-ды қостым. Жақшанышын яғни 70 шықты, 70-ге 19 қоссам 89 шықты. Келесі, Б пунктіндегі есеп 36-ға 15-ді қосып, және одан шыққан санға 14-ді азайтып тастаймыз. Соны міне берілгенін жаздым. 36 қосу 15, оны азайтам 14. Одан азайтам 14-ті. 36-ға 15-ті қоссам 51 шығады. 51-ден 14-ті азайтсам 11-ден 4 алам 7. 4-ға 4-тен 1 алам 3. 37 шығады екен. Енді келесі 6-шы есеп. 6-шы есепте 1 метр азайтылған 3 дециметр және 5 сантиметр. Бізде 1 метрде 100 сантиметр бар. Енді 100 сантиметр. Бұл жерде 100 сантиметр бар. Одан азайтамын. 3 дециметрде 30 сантиметр, оған 5 қосам 35 сантиметр. 100 сантиметрден 35 сантиметр жасам 65 сантиметр бар. Ол дегенім 6 дециметр 5 сантиметр болады. Келесі есеп 73 килограммға 27 килограммды қоссам 100 килограмм шығады. 100 килограмм менде 1 центнер етсем. 36-тан 23-ті азайтсам 13 центнер шығады. Енді 62 центнерден 13 центнерді азайтсам шығады 49 центнер. Жетінші есеп. Құрама есепті шығарып. Музыка кабинетінде 21 домбыра және 14 үлкен қобыз бар. Музыка кабинетінде барлығы неше аспап бар? Міне мына түрде шартты құрдым. Домбыра 21, қобыздың 14-ті кем дейді. Неше аспап бар? Бізде міне қалай жазу керегін шешумен жазып тұрған екен. Сонда бірінші мына жерде домбыраның саны жазылады. Жақшаның ішіне қобыздың санын табамыз. Ол үшін яғни 21-ден 14-ті азайтамыз. 21-ден 14-ті азайтсақ 7 шығады. 21-ге 7-ні қоссақ 28 шығады. Жауабы жалпы музыка кабинетінде 28 аспап бар. Мына түрде де жаздым, и мына жерде де жаздым. Сонымен балдар, бүгінгі біздің 45-ші сабағымыз соңына жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.